түрік әйелінің бір плюсын айттым ғой, бір минусын тағы айтып берейін. Осы жерде мен 7-8 жылдай тұрып жатырмын. Бір баланы өзім босандым табиғи жолмен деген түрік әйелін көрген жоқпын. Сөйлескен, танитын, көршім болсын, досым болсын, араласатын адамым болсын, жас келіншек, мейлі үлкен, білесіздер ма? Бәрі кесаровамен. Уже 5-6 айлығынан қарындағы баласына уже жас бірінші тумаларын өзі, мен тумаймын өзім дейді уже. Мен су кесароваға дайында. Жуырдаған парикмахерскийге бардым, екінші баламды тоже өзім туғым келмейді дейді, мен уже кесароваға дайынмын. Біреу көрген жоқпын, білесіздер ма? Оны бір әлсіздік деп білем мен. Өйткені әр нәрсенің табиғи жолмен болғаны дұрыс деп білем. Вот, сосын бұл жақта жаңа роддомдарда біз государственный роддомдарға мемлекеттік сенеміз, әйтеуір жақсы ғой біздегі тегін, Аллаға мыңда бір шүкір, сапасы да жақсы. Өзімде 2 баламды мемлекеттік неде босандым. Бұл жақта ондай жоқ. Таныған, көрген, білгеннің бәрі частныйда босану, бала босану $1000 мен $2000-$2500 арасы. Көрдіңіздер ма? Сондай бір минустар бар. Түркия әйелдері және жаңағы бала босануға қатысты. Біздің Құдайға шүкір қазақтың келіншектерін, әйелдерін алып қараңызшы, әйтеуір Құдайға мыңда бір шүкір. Қайсы баласын алып қарасаң да 5-сін, 6-сін, 7-сін өздері босанып жатқан, өздері баланы дүниеге алып келіп жатқан әдемі аналар деп мақтап қояйын өз-өзімізді. Ол рас. Көрдіңіз ба? Бұл жақта неге соншалықты? Уже докторлар да басын қатырғысы келмейді, анау баланы табиғи жолмен тудырайын деп. Бұлар да бір жағынан ақша жасайды, екінші жағынан уже бастарын қатырғысы келмейді, еңбек еткісі келмейді. Әйтпесем жап-жас 20-дан енді асқан 25 жасындағы бірінші тумалы әйелдер мотивация беріп өзің туасың, ондай жоқ та, ондай қоғамда жоқ. Сондай болып кеткен мемлекет бұл.